Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз құрамындағы заттары небәрі 1000 теңгеге ғана шығатын осындай өте дәмді әрі нәзік торт жасайтын боламыз. Әсіресе ауылдық жерде сливки мен крем-чиз болмаған кезде осы тортты жасап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі өте дәмді шығады. Ал ендеше бастайық. Ең әуелі кремін дайындаймыз. Жұмыртқаға қант және крахмал қосамыз. Міндетті түрде жүгері крахмал болуы қажет. Картофельді крахмал жарамайды. Егер жүгері крахмал болмаған жағдайда ұн қосуға болады. Енді ванилин қосамыз және осының барлығын миксерсіз араластыратын боламыз. Әбден ағарып, сарғайғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді міндетті түрде жылы сүт қажет. Мен сүтті жаңа жылытып алдым пешке. Сәл енді осы сүтті жаңағы массаның үстіне құямыз. Бәрін бірден құйып жібермейміз. Бірінші бір бөлігін құйып араластырып аламыз. Сосын қалған бөлігін соңында үшінші бөлігін құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді осы массамызды отқа қоятын боламыз. Міне ыдысқа құйып, арнайы оттың астын қосып, міндетті түрде тоқтатпай араластырып тұрамыз. Себебі біздің креміміз ыдысымыздың түбіне жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті тоқтатпай қоюланғанша араластырыңыз. Міне біздің массамыз осылай қоюлана бастайды. Іртік-іртік болып қалмау керек. Міндетті түрде тоқтатпай араластырамыз. Енді оттың астын сөндіреміз. Сөндірген соң сары майды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз креміміздің. Міне іртіктері кеткенше соңына дейін видеодағыдай жақсылап тоқтатпай араластырып тұратын боламыз. Біздің сары майымыз массамызға толық сіңіп кеткенше, іртіктері кеткенше барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болып қалды. Енді осы кремді бөлек ыдысқа құйып аламыз да, бетін пищевой пеленкамен жауып, сол бөлмеге қойып қоямыз. Біздің креміміз бөлме температурасында тұру керек, холодильникке қойып қажет емес. Енді корждарын жасайтын боламыз. Жұмыртқаға қант қосып миксерлейміз. Қантты бірден қосып жіберуге болмайды. 2-3 бөлікке бөліп, миксерлей отырып қосамыз. Біздің жаңағы жұмыртқа мен қантымыз үлкейіп, көпіріп, ағарғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді сұйық май қосамыз. Осы массамыздың үстіне кәдімгі тамаққа қолданатын сұйық майды қосамыз. Енді електен өткен ұнды қосамыз. Ұнды да бірден қосып жібермейміз, 2-ге бөліп қосамыз. Бірінші бір бөлігін қосып аламыз және қопсытқыш саламыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Дәл видеодағыдай бәрі біркелкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Содан соң жаңағы алып қалған екінші бөлігін қосамыз. Бұл жолы миксерлемейміз. Ең әуелі мен секілді бірінші лопаткамен араластырып алсаңыз болады. Содан соң қолыңыздың көмегімен біркелкі етіп жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Міне бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырды бірдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Міне мен 3 бөлікке бөлдім және де артық 2 жанында бөлдім. Бұл бөліктері де бізге керек болады. Енді мендегі осындай 20 диаметрлік форма, осыған жақсылап сары май жағып алдым. Міндетті түрде сары май жағып алыңыз, себебі біздің корждарымыз жабысып қалуы мүмкін. Енді дәл видеодағыдай корждарымызды осы формаға қойып шығатын боламыз. Мінекей барлығын қойып алдық. Енді шанышқының көмегімен корждарымызға тесікшелер салып шығамыз. Себебі піскен кезде корждарымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Міне біздің барлық корждарымыз дайын болды. Осылай пышақтың көмегімен коржды алып алдым. Себебі корждарымыз сынып жаңағы жабысып қалуы мүмкін. 3 коржды да пісіріп алдым. Қарасаңыздар, корждарым қатты болған. Осылай қатты болып қатып қалады. Міне даусында естуге болады. Бұл қалыпты жағдай. Міне 4-ші коржды жан-жағына әсемдеуге пісіріп алатын болам. Бұны кішкене қызартып пісіремін. Енді тортты жинайтын боламыз. Біздің корждарымыз суып қалды, бірақ креміміз бөлме температурасында тұрғандықтан суымауы мүмкін. Ол тіпті жақсы. Кремді суығанын күтпейміз. Бірден торттарды жинауға кірісеміз. Міне бірінші коржын салып алдық. Екінші коржын және үстінен тағы да кремімізді жағамыз.
Енді үшінші коржы кетеді тортымыздың. Міне видеодағыдай тағы да үстінен кремді жағып аламыз, барлығын жақсылап тегістеп. Төртінші пешке салған коржымыз да дайын болды. Осыны үйретіп, енді тортымызды әсемдейтін боламыз. Енді қызық бір нәрсе, бұл тортты біз барлығын дайындаған соң холодильникке салып қоймаймыз. Жаңағы біздің корждарымыз піскен, жылы, сөніп тұрған духовкаға шамамен 3 сағатқа саламыз. Сонда біздің тортымыз жұмсарып, кремі сіңіп, өте дәмді болып тұрады. Егер холодильникке салып қоятын болсаңыз, бірден онда торттарымыздың қатты корждарына крем сіңбей, тортымыз ойдағыдай шықпайды. Бұл ашып кетпейді. Тортымыз тексерілген нәрсе. Міне 3 сағаттай жаңа сөніп тұрған пеште тұрды жылы. Енді тортымызды формасынан шешіп, әрі қарай дәмін тата берсек болады. Міне осымен біздің тортымыз өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көргеніңізге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.